Халықтың қазаны қайнамайды дейді. Бар екенсің о балам, бәлі. Мұның барлығына точка қою керек. Мына мен егерде президент болып қалсам, ертең Құдай бұйырса боламын. Қырғызстан башқа Қырғызстан болады. Айтқаның келсін балам, айтқаның келсін. Айлықтар 100.000 сомдон болады. Амен. Пенсия пособия 70.000'den болады. Қанша? 70.000. 70.000 олау. Bir 5.000 қошып қойсын балам. Мейлі ақсақал. Ақсақалдың сөз жерді қалбасын 75.000 болады. Аға dilемей. Болауы? Бірақ айлық менен пенсия көтерілгеніне жараша, базардағы бағалардағы біраз көтеріледі. Аны мен ашық айтышым керек. 1 килограмм картошка $100 болады. Амен, ноқаттықтар боп кететкенден да. 1 килограмм қанттың бағасы $200 шығады. Амен. Балам, мұндай да, сенікі мұндай болып қалған жоқ бұ? Айлық 100.000, пенсия 70.000, картошка $100. Мұндай болып қалған жоқ сенікі? Илгері бүрен ити бар екен да. Иттің байланған жинжирінің ұзындығы 2 метр екен, бірақ касасы 3 метр нарақта тұрады екен. Кейін бүрі келіп тұрдағы иттің мойнында жинжирін 3 метрге ұзарып тұрып, касаны 5 метрге жылдырып қойып тұр. Неме, біздің касаға тиішпейлі қойғылағын балам. Ақсақал, иттің кесесі қанша метрде тұрғанын мен білбейм. Бірақ мен башқа нәрсені білем. Мен президент болсам, әрбір Қырғызстандың үйінде, Қырғызстандықтың үйінде 10 килограммдан алтын болады айтып қойып. Астағфируллах. Қанша килодан? 10 килограммдан жетеби? Ne жетпесе daha veresin be. Үйde altın binenle kulak çıkıp catat ekenimizde çalkala böyle.